Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, әрі пісіп шығуына бар жоғы 7-8 минут қана кететін, әрі өте жұмсақ, керемет дәмді болып шығатын пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де өте жұмсақ, әрі керемет болып шығатынына сенімдімін. Ол үшін ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық аштықы және де 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Аштықының сроғы өтіп кетпегенін қолданыңыздар және де сапалысын қолдансаңыз, сол кезде қамырыңыздың көтерілуі тез болады, әрі әдемі көтерілетін болады. Содан соң осылайша бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Әзірге біз бөлек ыдысымызға, міндетті түрде құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз өте керемет, әдемі болып шығатын болады. Содан соң 25 граммдай сұйық май немесе зәйтүн майы болса да өте керемет болып шығады. Және де 1 шай қасықтай осылайынан тұзымызды саламыз. Содан соң жаңағы 5 минут өткеннен соң біздің суымыз жаңағы апарамыз осылай көпіршіп көтерілетін болады. Соны жаңағы ұнымыздың үстінен құйып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қыздар, қамырға бұдан артық басқа ешқандай артық зат қоспаймыз. Осы қоспалардың өзінен жұмсақ, керемет болып қамыр шығатын болады. Ұнға басында бізде қосқан суымыз жетпейтін сияқты көрінуі мүмкін. Қыздар, одан артық су қосудың қажеті жоқ. Осылайша ұзағырақ иін қандырып илейміз. Басын біріктіріп алғаннан соң столдың үстіне қойып, ыңғайлы етіп илесеңіздер болады. Қыздар, қамырды ұзағырақ иін қандырып илесеңіздер, сол кезде өте керемет жұмсақ болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Әрі маған келесі видеоның шығуына мотивация болып, қолдауыңызды білдіріп, тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір жазып отыруды да ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз осылай өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Осы дайын болған қамырымызды пакетке кигізіп, жаңағыдай пакетке салып, жылы жерге жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағатта тұрған қамырымыз осылайша біршама көтеріліп қалады, қыздар. Осы дайын қамырымызды тағы да теңде 2 бөлікке бөлеміз. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер, немесе осылай таразының көмегімен бөліп алсаңыздар болады. Тағы да жақсылап илеп, бетіне кішкене ғана сұйық майымызды немесе жаңағы зәйтүн майын құйып, жағып қоямыз. Сол кезде қамырымыз өте нәзік, жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын керемет болып шығады. Және де тағы да бетін жауып, пакетпен жауып, жылы жерге жарты сағатқа немесе 45 минутқа қамырларыңыз жақсылап көтерілгенше қалдыратын боламыз. Әзірге біз пиццаға қажетті қосатын өзіміздің қоспаларымызды дайындаймыз. Мен де осында 2 түрлі сыр қолданамын. Қыздар, сыр қолданған кезде 2 түрінен қолдансаңыздар өте керемет болып шығады. Осылайша сырымызды жаңағыдай теркадан өткізіп аламыз. Сыр неғұрлым көп болса, сол кезде біздің пиццамызда керемет балқып, сыры еріп, өте жақсы болып тұратын болады. Пиццаны қалауыңызша кез келген начинкамен жасай берсеңіздер болады. Ең бастысы, жаңағыдай пиццаңызға сырды көбірек етіп сепсеңіз, сол кезде өте керемет болып шығады. Ал үстінен қалаған кез келген начинканы салып жасай береміз. Неге қыздар, біздің қамырымыз 40 минутта осылай әдемілеп, өте жұмсақ болып, жақсылап көтеріліп дайын болды. Осы қамырымызды алып, жаңағыдай өте жұқа етіп жаямыз. Қыздар, қазір біздің пиццамыз 7-8 минутта пісуінің құпиясы, қамырын осылай жұқа етіп жаю қажет болады. Қолыңызбен жайсаңыз немесе осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Өте жұқа етіп жаю міндетті, қыздар. Осылайша қамырымызды жұқа етіп жайып алдық.
Осы кезде қыздар міндетті түрде пештеріңізді алдын ала қыздырып қоямыз. Пиццаны пештің ең үлкен градусында пісіретін боламыз. Сол үшін де міндетті түрде алдын ала 10-15 минут бұрын пешімізді қосып қыздырып қоятын боламыз. Қамырды осылайынан пергамент қағазымызға орналастырып алдық. Қалауыңызша шеттерін осылайынан жасап шықсаңыздар болады. Жасамасаңыздар да өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Бірақ міндетті түрде қамырды жұп-жұқа етіп жаюымыз қажет. Дайын болған қамырымыздың үстінен кетчуп пен майонезді араластырып жағып алдым мен. Егер де кетчуп пен майонез қаламасаңыз, томат жақсаңыздар да болады. Немесе қызанақты, яғни помидорды ыстық суға салып алып, қабығын аршып, қалған жұмсақ бөлігін езіп жағып шықсаңыздар да өте керемет болып шығады. Осылайша кетчуп майонезді жағып болғаннан соң ең бірінші міндетті түрде алдымен осылай ірімшікті сеуіп шығатын боламыз. Ірімшік неғұрлым көп болса, сонша біздің пиццамыз өте керемет болып шығады. Және де бетінен өзіңіздің қалауыңызша кез келген начинканы қоя береміз. Мен мұнда помидорды қойып шығатын боламын. Қыздар, содан соң міндетті түрде алдын ала қатты қызып тұрған пеште 7-8 минут қана пісіретін боламыз. Пештің ең жоғарғы градусына қоямыз, қандай пеш болса да. Және де әркімнің пешінің қызу жылдамдығы әртүрлі. Ең көп дегенде қыздар 10 минут қана пісіреміз. Егер сіздер ұзақ ұстайтын болсаңыздар, біздің ірімшігіміз жаңағыдай күйіп кетеді, әрі пиццаның қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін де 7-8 минуттың ішінде пиццаңыз піспей қалады деп қорықпаңыз, толықтай пісіп шығады. Неке қыздар, біздің пиццамыз дайын болды. Мен мұнда 7 минут пісіріп алдым. Қамыры өте жұмсақ, әрі ірімшігі керемет еріп тұрады. Піспей қалады деп қорықпаңыздар. Біз қамырын өте жұқа етіп жайып алдық, әрі қатты қызып тұрған пешке салғандықтан өте жұмсақ болып пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Екінші пиццамызды да дәл солай жұп-жұқа етіп жайып аламыз, қыздар. Және де тағы да үстінен кетчуп пен майонезімізді жағып, үстінен сырымызды қойып, және қалаған кез келген көкөністеріңізді қойып жасай бересіздер. Мен мұнда осылай колбаса қойып шықтым. Бұл пиццамызды да 7-8 минут қатты қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің екінші пиццамыз да дайын болды. Мен мұнда кішкене ұзағырақ ұстап қалдым. Пеште қойғаннан соң ұмытып кетіппін. Егер де осылай ұзақ ұстайтын болсаңыздар, ірімшік осылай кішкене кеңкіріп қалатын болады. Қыздар, біздің пиццамыз өте жұмсақ, әрі керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар.